Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз хрустящий баклажан салатының ең оңай жасалу әдісімен танысатын боламыз. Ол үшін бізге қажетімізше 3-4 баклажан қажет. Сол баклажандарымызды қабығынан тазалап, аршып, ірі кубиктерге бөліп турап аламыз. Және үстіне тұзын араластырып, жүгері крахмалына аунатып аламыз. Табада қызып тұрған маямызға қызартып қуырып аламыз. Баклажандарымыз қытырлақ болып шығады. Және де бізге черри помидоры қажет болады. Ол болмаса қарапайым қызанақта жарай береді. Черри помидорын 2 бөлікке бөліп, 2 тісше сарымсақты үккіштен өткізіп, черри помидорымызға араластырып аламыз. Енді салатымызды жинау үшін арнайы әдемі тарелкамызды алып, үстіне рукколаны орналастырамыз. Одан соң помидорларымызды орналастырамыз. Осылайша салатымызды жинап, баклажандарды ең жоғарғы қабатына қойып шығамыз. Фантазияларыңызға қарай әрлей берсеңіздер болады. Және бізге творожный сыр қажет болады. Осы ірімшіктерімізді осылайша орналастырып шығамыз. Және ароид, бізде осындай ароидтан тәтті арнайы осы салаттың бетіне құюға арналған соус бар, соны құйып шығамыз. Салатымыз дайын болды. Жасалуы оп-оңай, жеп-жеңіл және дәмі де керемет. Дастарханның да сәнін ашып тұратын осындай салатты жасап көрсеңіздер болады.